Баршаңызға қайырлы күн. Бұл бейнеде біз бауырдың зақымдануының белгілері және оны алдын алу жолдарымен бөлісеміз. Бүкіл әлемдегі адамдардың 25%-нан астамының бауыры зақымданғанын білдіңіз бе? Және бауыры зақымданып, өмірге қауіп-қатері артып келе жатқан адамдардың саны күннен күнге артуда. Көптеген адамдар бауырдың зақымдануы тек алкогольді шамадан тыс тұтынудан болады деп санайды. Бірақ шын мәнінде тәттіні, құрамында әртүрлі жолдармен өңделген тағамдары бар консервіленген тағамдарды, сондай-ақ омега-6 өсімдік майын, майлы фастфудты шеттен тыс тұтыну, тіпті ибупрофен сияқты ауырсынуды басатын дәрілерді жиі қолдану бауырды құртады және ақыры гепатитке әкеп соғады. Күнделікті тұтынған тағамдардан бөлек, ағзамыздың өзі бауырда бір проблема бар болса, хабарлайды екен. Ең алғашқы бауырыңыздың зақымданғанының белгісі ол нәжістің түсінің өзгеруі. Біздің бауырымыз тағамнан майларды сіңіруге көмектесетін өт қышқылдарын бөледі. Бұл нәжіске қалыпты қоңыр түс беруге көмектеседі. Алайда егер бауырда шеттен тыс май жиналып қалса, онда жаңағы өт қышқылдары майдың кесірінен өт жолдары арқылы дұрыс өте алмайды. Бұл соңында нәжістің түсінің өзгеріп, сазды, бозғылт түсті болып келуіне әкеп соғады. Тіпті дәретхана суының үстінде нәжістің қалқып жүргенін көрсеңіз, бұл да бір бауырда мәселе бар екендігінің белгісі екен. Екінші белгі – түнде көру қабілетінің нашарлауы. Егер сіз қараңғыда көзіңіздің нашар көруін байқасаңыз, бұл ретинол немесе А витаминінің жетіспеушілігін көрсетеді. Бауырдан бөлінетін өт көздегі таяқша жасушаларының әртүрлі жарық деңгейлеріне бейімделуге көмектесетін А дәруменін сіңіруге жәрдем етеді. Алайда бауырыңыз зақымданса, өт те өзінің қызметін дұрыс атқара алмай, ағзаға А дәруменін жеткілікті мөлшерде жеткізе алмайды. Бұл түнде көз көрмейтін ауруға, яғни ғылыми тілде геморрагияға, халық арасында тауық соқырлық деген ауруға алып кеп соғады. Одан бөлек күндізде көзіңіз өте құрғақ болып, қабынса, тітіркенсе, бұл да бір бауырыңызда мәселе бар екендігін көрсетеді екен. Егер сіздің оң аяғыңыз бен оң жағыңыздағы тобығыңыз сол жаққа қарағанда қатты ісінгенін байқасаңыз, бұл сіздің бауырыңыздың зақымдалуының тағы да бір белгісі. Бауыр арқылы қан қалыпты түрде жүрмесе, ол ісініп, мөлшері ұлғайып, венасына қысым жасайды. Бұл аяқта немесе табанда сұйықтықтың жиналуына алып кеп соғады. Осы үшінші белгі сізде бар ма, жоқ па, оны саусағыңызды ісінген аймаққа басып көру арқылы тексерсеңіз болады. Егер үстінде ойық қалып кететін болса, онда сізде ісіну бар деген сөз. Келесі бір бауырдың зақымдануының таңғаларлық белгісі көздің үстінде, яғни қабақтың айналасында осындай ақ кішкентай төмпешіктердің пайда болуы. Бұл бауырдың холестеринді дұрыс ыдыратпай жұмысын атқара алмағанының салдарынан туындайды. Ыдырамаған холестериндер терінің астына шығып, ақ-сары болып шыға келеді екен. Және тамақтанып болғаннан кейін кеудеден қандай да бір қысым немесе ауырсыну сезімін сезінсеңіз, онда бұл да бір бауырдың зақымдануының белгісіне кіреді екен. Бауыр зақымданса, өт тұнбаға айналады. Бұл сіздің кішкентай түтіктерді бітеп тастап, қабырға аймағында қысым мен ауырсыну сезімін тудырады. Сондай-ақ тек қана қабырғада ғана емес, тыныс алу жолдарына бөгет жасап, оң иықтың айналасындағы ауырсынуды тудыруы да әбден мүмкін екен. Келесі себеп денеңіздегі күлгін және қызыл түсті көгеріп қалған тақтардың пайда болуы. Бауыр қабынған кезде қалыпты қан ұюы үшін қажетті ақуыздарды өте аз бөледі. Бұл сіздің денеңізде көгеріп қалған сияқты күлгін немесе қызыл тақтардың пайда болуына әкеп соғады. Мұндай тақтар көбінесе балтырда немесе қолдардан байқауға болады. Оған тек бауырдың ауруы ғана емес, қант диабеті де себеп болуы мүмкін. Бауырыңыздың дұрыс емес жұмыс жасауының тағы да бір көрінісі табанда немесе өкшеде трещиналардың, яғни жарылулардың пайда болуы. Біздің денеміз В3 витаминін бөліп шығаратын ниациндерге толы. Олардың қызметі тері жасушаларын тегіс етіп ылғалдандыру, зақымданудың алдын алу.
Алайда бауырдың қызметі дұрыс болмаған жағдайда ағза бауырдың қызметін өзі атқарады және көмек ретінде В3 витаминдерін пайдаланады. Нәтижесінде табан мен өкшеде бұл витаминдердің саны азайып, тері жарыла бастайды. Әдетте мұндай жарылулардан құтылу үшін В3 дәрумені кіретін көкөністерді немесе жалпы витаминнің өзін тұтыну дұрыс. Бауыр ауруының тағы бір симптомы алақаныңызды немесе табаныңызды тырнай беру. Бауыр өт қышқылдарын дұрыс бөлмеген жағдайда, бұл сүзілмеген өт қышқылдары қанда гистаминнің жиналуына әкеліп, қышуды тудырады. 9-шы белгі тырнақтың түсінің өзгеруі. Егер сіздің тырнақтарыңыз қызғылт реңктерін жоғалтып, ақшыл түсте болса және пішіндерін өзгертіп, дөңгелек, дөңес пішінді болса, бұл бауырдың ауыр зақымдануын білдіреді. Немесе тағы да бір осындай аурудың себебі тырнаққа оттегі мен қоректік заттардың жеткілікті бармауы екен. Дерек көздеріне сүйенсек, 1950 жылдары бауыры ауырған 10 адамның ішінде 8-інің тырнағы толық аппақ болып кеткендігі анықталған. Тырнақтың түсінің өзгеруі бауыр ауруының кең таралған белгісі деп айтуға болады. Ал 10-шы белгі зәрдің түсінің өзгеруі. Біздің бауырымызда билирубин деп аталатын зат бар. Ол ескі эритротиттерді ыдыратады. Егер бауыр зақымданып, немесе бауырдың орнына өт қабынған кезде, билирубин жиналып, зәрге қою қызғылт қоңыр түс береді. Әдетте бұл белгінің пайда болуына антибиотиктерді, ұйықтататын таблеткаларды, жүктілікті алдын алатын дәрілерді, немесе бауырды әлсірететін басқа да дәрі-дәрмектерді шектен тыс қолдану себеп болады. Бауыр ауруының 11-ші белгісі терінің сарғаюы. Жаңағы билирубинді бауыр қабынып зақымданған кезде дұрыс сүзе алмайды және осының кесірінен терінің түсі өзгере бастайды. Бұл әдетте терінің сарғаюы гепатит, бауыр циррозы сияқты өте қауіпті ауруларға алып кеп соғады. Сол себепті терінің сарғаюын байқасаңыз, міндетті түрде дәрігерге қаралғаныңыз жөн. Бауыр ауруының ең соңғы белгісі денеде кішкентай өрмекші тәріздес қан тамырларының пайда болуы. Әдетте бұл қан тамырлары кішкентай қызыл нүктелерден құралады және бауырдың артық эстрогенді дұрыс сүзбеуінен зақымдалған қан тамырларын біз өрмекші тәріздес қан тамырлары деп атаймыз. Эстрогеннің жоғарғы деңгейі тамырлардағы қан тамырларын әлсіретіп, олардың кеңеюіне және денеде пайда болуына әкеп соғады. Негізі қарап тұрсақ, барлық іштегі зақымданудың кесірінен туындайтын ауруды ағза тері арқылы сыртқа көрсетіп отырады. Осылай денеміз белгі беріп тұрған кезде, кеш болмай тұрып, өмірге қауіп төнбей тұрып, емделіп алған дұрыс. Және бауырдағы аурулардың ең алдын алу жолы ультрадыбыстық тексеруден өту. Ол жерде бауырдың жағдайын, яғни шектен тыс майдың жиналған-жиналмағанын тексеріп алуға болады. Сонымен қатар келесі кезекте диетаға, яғни дұрыс тамақтануды қолға алу. Нан, печенье, тәтті, құймақ, макарон сияқты крахмалды, ұннан жасалған тағамдарды азайту арқылы диетаны ретке келтіруді ұсынамыз. Майлы немесе зақымдалған бауыр фруктозаға сезімтал келеді. Сондықтан алкогольден және жеміс шырындарын шеттен тыс тұтынудан аулақ болыңыз. Олардың орнына шалғам, сарымсақ, брокколи, қырыққабат сияқты жапырақты, яғни жасыл жапырақтарды пайдаланыңыз. Сонымен қатар құрамында омега-3, омега-6 емес, омега-3 кіретін пайдалы май бар авокадо, балық, жаңғақтарды мәзірге қосуды әдетке айналдырыңыз. Сонымен қатар күні бойы кем дегенде 1 литр жоғары сапалы минералды таза суды ішіңіз. Су қанды сұйылтып, бауырдың кез келген май шөгінділерін ыдыратуға үлкен жәрдемін тигізеді. Бауырдағы токсиндердің сүзілуін жақсарту үшін суға лимон немесе лаймды қосып ішуге болады. Бұл бейне сіздерге пайдалы болды деген үміттеміз. Өзіңізде осы белгілерді байқадыңыз ба? Комментарийға жаза кетіңіз және каналға тіркелуді ұмытпаңыз.